Армысыздар қадірменді оқырмандарым. Бүгінгі әңгімені соңына дейін тыңдап, лайк басып комментарий жазуларыңызды өтінемін. Қызғаншақ кемпір. Жұманың таңы. Ұйқысынан шала оянған Бектасты ас үйде майға пісіп жатқан шелпектің иісі мұрнын жарып, есін жиғызды. Сағираш кемпір бүгін азанмен ерте тұрып, ортайып қалған қаптан ұнды молынан салып, 7 күлше пісіруге кірісіп кеткенді. Шешесінің бұл ісі кеше дастархан басында өмірден өткен шалына іштей құран бағыштап отырғанынан ақ белгілі болған. Бөлмесінен сүйретіліп шыққан Бектас қайта-қайта есінеп, бауырсақтың есіне тойғандай шешесінен қасына барды. «Қабыл болсын, әкемді көрдіңіз бе? Кеше есіңізге алып отыр едіңіз», деді жымия күліп. «Дұғам жеткен-ау, түнде келді ғой», деді шелпегінің екінші бетін майға аудара. Сағынға шығар», деп қылжаң әзілімен одан сайын сөйлетіп жатыр. Бірақ Сағираштың әзіл көтеретіндей көңіл күйі жоқ еді. Баласының бұл сөзіне ашуланып, «Ұйқыңды ашып болсаң, қорадағы сиырларды шығарып, бұзауларға шөп сал», деді зекіп сөйлеп. Сағираштың шалы Олжабайдың өмірден өткеніне биыл 4-ші жыл. Содан бері 2 айда бір құран оқытып, әр жұмада 7 шелпек таратуды әдетке айналдырған. Кейде шай үстінде әңгімесі қызып, баяғы жастық дәуренін кеңінен айтып, күйеуін қалай жолықтырғанын баяндап, өзі риза болып отырады. Негізінде бұл Олжабайға тиген 2-ші әйел. Бірінші жары қатты науқастан ерте қайтыс болған. Жеңгелерінің таныстыруымен осы Сағирашқа үйленіп, ұрпағын жалғастырған. Үйге кім келсе де шалын мақтап, оның облысқа танымал күрішші болғанын, сонымен қатар бұл дүниедегі бар жақсылықтарын жіпке тізгендей айтып отырады. Арасында көңілі босап, иегі кемсеңдеп, сөзінің соңында «Олжабайым, жанымда болғанда, бәлкім көңілім кең болып отырар ме едім», деп көзінің жасын сығып әңгімесін аяқтайтын. Оны тыңдап отырғандар, «Әу шеше, мұныңыз не? Қойыңыз, жыламаңыз», деп жуатып қояды. Сөйтіп кәрі кемпір шалына деген сағынышын білдіріп алатын. Даланың суығына шыдамай, сиырлары асығыс айдап, Бектас та қызарып үйге қайта кіріп келді. Бағанағы ұйқысын аша алмай отырғандағы кейпінен өзгерген. Дереу үстіндегі көпәйкесін шешпестен пештің түбіне отыра кетті. «Күн кешегіден суық қой, апа», деді екі қолын бір-біріне үйкеп. Шал кеткелі кемпірге қарап, бар жағдайын жасап отырған осы кенже ұлы. Әлі үйленбеген. «Қыз жоқ» деген сылтауды сұрағандарға жалау етіп жүр. Бұның алдындағы 3 ағасы әкелері барда үйленіп, балалы шағалы болып, қалаға жұмысқа кеткен. Жұмысбасты болып кеткендері соншалық шешелеріне келіп, жағдайын сұрау 2-3 айда ғана болып тұрады. Әйтеуір жұмыс жібермейді, бірақ алған айлықтарын ай сайын салып, керегін қаладан салып жіберіп, көңілін бірлеп қояды. Бойын жылытқан Бектас жуынып шайынып дастархан басына жайғасты. Есесе де ара-тұра шешесіне еркелейтін әдетін әлі қоймаған. «Апа-ау, түн мен аяғым сырқырап шықты. Әлгі қойдың майын жайрақ сылап беріңізші», деді еркелей. Күнде жақсы сөйлеп, ұлын айналып толғанып отырған Сағираш бүгін ондай жылылық көрсетпеді. «Аяғыңа қалың шұлық киіп жүрмейсің бе? Далаға жеңіл сүйретпемен шыға саласың. Соның бәрін үйретуім керек пе?» деді азанға ашуына әлі мініп. Ол да шешесінің бұл мінезіне таң қалып түсінбей отырды. Жылы шелпекті 2 бөліп аузына салды да, «Апа, бәрі дұрыс па? Азан мен қабағыңыз ашылмай қойды ғой тегі. Әлде түсіңізде әкем қарамай қойды ма?» деді қылжақтап. Қолындағы шайын үрлеп бір ұрттады да иегі кемсеңдеп сала берді. Көзінің жасын орамалының ұшымен сүртіп, ішіндегісін шығарды. «Олжабайым бүгін жақынырақ келді. Жүзі аппақ, жас кезгіден де сұлу болып кеткен.
Мен қолымды созайын десем, ол қашқақтайды. Содан өңі бозарып артына қарай берді. Мен де бұл шалға не болған деп артына қарасам, бірінші әйелі Жамал келіп тұр екен. Сөйтсем одан бата алмай тұр екен ғой, жарықтық. Мені тастап кетіп қалды, деп жылап жіберді. Бағанадан бері сөзін ұйып тыңдап отырған Бектас бірдеңе ұққандай күліп жіберді. Ой, апа, таңнан бері шекеңіздің неге тырысып жүргенін енді түсіндім. Ашуға булығып жүргеніңіз, кеткен шалыңызды қызғанып жүр екенсіз ғой. Сіз де қатырасыз, қойыңыз, бұныңыз не? Ана көрші кемпірлер естімесін. Әсіресе Мұнар ақсақал шалыңызбен кездесіп жүргеніңізді білсе, ол да қызғанып қалар. Оның да кемпірі жоқ емес пе? Деп шешесін жұбатқандай әзілдеп жатыр. Сағираш та жеңілдеді ме, бағанағыдай емес, жай дауыспен. Сен де шешеңе осындайды деме болайын демейсің. Әйтеуір мені келемеждеуге мәзсің. Шайыңды ішіп болсаң бар, даланың жұмысын істе, деп артынан күрсінісі жібіп сала берді. Содан бері ол Олжабайын қанша қызғанып, ренжілсе де артынан Құранын оқып, күлшесін таратуын тоқтатқан жоқ. Осымен әңгімеміз аяқталды. Әңгімені соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін алғысым шексіз. Егер де әңгіме ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.